Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дайреп, және бұл қазақша мотивация рубрикасының 12-ші сериясы. Кеттік. Және бұл серияда менің айтқым келгенім, әр адамның өз ойы болады. Яғни өз ойы, өзінің интересі кәдімгідей әрбір адамның әртүрлі болады типа. Және бұл үшін сен басқаларды мазақтамауың керек. Және басқалар да сені мазақтамауың керек. Яғни сенің мен досыңның тыңдайтын музыкаларың бірдей болмаса, онда сендер просто әртүрлі адамсыңдар. Және бұл просто, және менің ең главный айтқым келгені, сенің қызығушылықтарың бұл басқаларға ұят болып көрінсе, онда сен просто так беріле салмауың керек. Себебі бұл сенің өмірің, және бұл сенің қызығушылығың, бұл сенің хоббиің. Егер хобби болса, сенің жан-жағыңдағы адамдар бүкіл өмір бойы сенің қасыңда болмайды. Әр жыл сайын сенің қасыңда новый адамдар келе береді. Сондықтан просто өзіңмен өзің бол. Яғни саған не ұнайды соны жаса, не ұнайды соны тыңда, не ұнайды соны қара. Типа біреудің айтқанын істеу, басқалардың көпшіліктің қызығушылығына еру, көпшіліктің ойына еру бұл дұрыс емес. Сенің өз ойың болу керек, және ол дұрыс па, дұрыс емес па, бұл сенің ойың, және бұл нормально. Сіздермен болған мен Дайреп. Келесі серияны күтіңіздер. Ертең новыйдан видео шығады, және сау болыңыздар.